Сіздермен бүгін тұздалған капуста дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар: капуста, сәбіз, қара дөңгелек бұрыштар және де лавр жапырағы. Ең алдымен капустамызды осындай өткір пышақпенен жіңішке етіп турап алатын боламыз. Егер де арнайы терка болатын болса, сізде сонымен өткізсеңіз болады. Барлық капустаны осылай өткізіп болғаннан кейін осындай ыдысқа салып қолымызбен ақырын араластыратын боламыз. Содан кейін сәбіздерді де арнайы теркадан өткіземіз. Содан кейін бұрыш, тұзымызды, лавр жапырағын салып, барлығын қосып, жақсылап қолымызбен ақырын қатты баспай араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін 5 минут уақытқа қоя тұрамыз. 5 минут уақыт өткеннен кейін осындай көлемді ыдысқа біртіндеп салып отыратын боламыз. Ақырын ғана басып қана осындай көлемді ыдысқа саламыз. Осы ыдысқа салып, бетін мықтап жауып, 3 тәулікке қойып қоятын боламыз. 3 тәулік уақыт өткеннен кейін капустамызды осындай стерилизделген банкелерге салып, жауып қоятын боламыз. Осылай 4 банка шықты. Барлықтарын жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.